Абай дүниетанымында білім екі түрлі болады. Біріншісі нақлия, екінші ғақлия. Абайдың айтуынша нақлия дегеніміз дайын білімдер жүйесі, немесе Абай оларда ғылым захири дейді, яғни сыртқы білімдер жүйесі дейді. Абайдың баяндауынша сыртқы білімдерге, яғни жүйріктерді Абай ғалымдар деп атайды дейді. Ал енді екінші білім жүйесі бар. Бұл сыртқы білім, дайын білім емес, бұл керісінше адамнан өзіндік сапарға шығуды талап ететін, адамның ақиқатқа құмар болып, әр нәрсенің түбін білмекке ұмтылып жеткен білімдер жүйесін, өз ақылмен жеткен білімдер жүйесін Абай ғақлия дейді. Сондықтан Абай өзінің 38-ші қара сөзінде, немесе китап тастихте айтады, әрбір хакім ғалым, бірақ әрбір ғалым хакім емес дейді. Неге? Өйткені ғалымдық ол ғылым захириға ие болу, яғни сыртқы дайын білімдер жүйесіне ие болу. Мысалы, филология, психология, астрономия, басқа да көптеген ғалымдар бар. Көбінесе біз сол дайын білімдер жүйесін пайдаланамыз. Ал енді философия бұл дайын білімдер жүйесі аздық етеді. Дайын білімдер жүйесінің ішіне кірген, сөздің ішіне кіріп, сөздің ішкі сырын аңғарған, сөздің ақиқатына жеткен білім енді ол ғақлияға айналады. Сондан Абайдың қара сөздерінің жанры ғақлия деп аталатыны сол себепті.